қандай да бір ұлт болсын, ұлыс болсын, оның тарихында қасиетті, қымбат бір ұғым бар. Ол тәуелсіздік. Ақыл парасатқа азаттық берді. Мен өз мамандығыма байланысты әдебиет, көркем әдебиет және әдебиеттану ғылымына байланысты алып қарайтын болатын болсақ, тәуелсіздік кешегі кеңес дәуіріндегі мансұқталған, тыйым салынған барша рухани, әдеби, мәдени мұраларымызды қайтарды. Тарихшылардың жазуына қарасақ, 327 ұлт азаттық көтеріліс болған екен. Қаншаға біздің күрескерлер, патриоттар осы тәуелсіздік үшін құрбан болды. Оларға біз басымызды июіміз керек. Олардың әрқайсының есімін ұлықтауға, мадақтауға тиістіміз. Біз тәуелсіздіктің арқасында өзіміздің тарихымызды, өзіміздің мәдени, әдеби, ұлттық мұраларымыздың бәрін түгел қайтарып алдық. Жоғарғы оқу орындарында осы тәуелсіздіктің арқасында жаңа пәндер пайда болды. Ол университеттің, жоғарғы оқу орындарының баллон процесіне енуінде ғана емес, біздің ұлттық мүддемізге байланысты келген уақытта алаш әдебиеттануы. Теорияны қайтады, әдебиет теориясын басқаша. Ахмет Байтұрсынның 1927 жылғы әдебиет танысқыш атты үлкен фундаментальный еңбегінен бастап оқытуға қол жеткіздік. Қазір біздің әдебиеттану және сын әлемдік деңгейдегі биіктіктерге қол созып жатыр. Ол да болса тәуелсіздіктің арқасы.